кейде адам қоңырау шалғанда не көріп тұрғанын да айта алмай қалады. Былтырғы жылмен 25 жылғы мен алған кезде 650 мың қоңырау қабылдадық. Қазір төтенше жағдайлар департаменті 206 бірлік техника бар өрт сөндіру. Мен жолдасым айтпақшы, ты вечный спасатель дейді ғой маған. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, достар. Бұл Астана Лайфтың подкаст каналы. Бүгін біз алғашқы сұхбатымызды жазу үшін студиямызға қонақтар шақырдық. Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті жоспарлау және жедел басқару орталығы өрт байланысы орталық пунктінің бастығы Зәуре Әділбекқызы, қош келдіңіз. Және Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті төтенше жағдайларды алдын алу басқармасының маманы Әли Жанатұлы, қош келдіңіздер. Астана Лайф подкаст каналында біз Астана қаласының тұрғындарына, қала қонақтарына ең маңызды дүниелерді және осы қаламызда жұмыс істейтін маңызды мекемелер, жақсы жандардың сұхбатын ұсынамыз. Алғашқы сұхбат сіздерден басталайын деп тұр. Өйткені біз осы айда көктемгі дайындық деген тақырып бойынша студияға келетін мамандармен сұхбат құруды жөн санадық. Астана қаласындағы төтенше жағдайлар департаменті әрине министрлікке қарайды. Бүгінгі таңда департаментте қанша адам қызмет атқарады? Сәлеметсіз бе? Төтенше жағдайлар департаменті 1838 қызметкер жұмыс атқарады. Оның ішінде әрине өрт сөндірушілер, жедел құтқару жасағы және де өндіріс қауіпсіздік бағыты бойынша мамандар жұмыс атқарады. Былай айтқанда өрт сөндірушілер бізде тәулік бойы қызмет атқарады және де жедел құтқару жасағы да. Қай номерге хабарласамыз? Бәрі жаттап алған шығар дегенмен де. Адам сасқалақтап қалған кезде ұмытып қалады, есіне түсіре алмай қалады. Ондай да бар. Қазір бізде 101, 112 нөмірлері бар. Олар тәулік бойы жұмыс істейді және де тегін. Бізде қазір бірыңғай диспетчерлік қызмет бар, 112 қызметі. Былтыр, енді қараша айынан деп айта берейік, сол айынан пилоттық жобамыз кірістік. Пилоттық жобаға біз онда мысал айтқан кезде тұрғын звондайды, қоңырау шалады 112-ге немесе 101-ге. Операторға түсіп келген кезде, диспетчер дейік операторға, сол мезетте хабарламасын қабылдаған жағдайда автоматты бағдарлама бар. Сол бойынша біз ол кісінің мекен жайын біле аламыз. Тұрған жерін, точкасын. Бұлай енді орысша айтқан кезде местоположение дейді ғой. Сондайға дейін жаңадан анықтап, сондай енгіздік. Бұрын ондай болмағантын. Бұрын сұрайтынсыздар қазір? Бұрын сұрайтын біз. Қай жерде тұрсыз, қай жерде тұрсыз, не көріп тұрсыз, қандай дүкен, не бар, соған дейін сұрайтын біз. Өйткені карта бойынша ол кісі сасқалақтап, қай көшеде, немесе көшелердің қиылысында тұрады. Сондайда сасқалақтап білмей қалады, қай жерде не тұрған. Сондықтан сөйтіп сұрайтын біз. Қазір біз жаңағы система бойынша тауып аламыз да, ол кісіге кішкене сабыр сақтатып, жеңілдетіп, психологиялық көмек. Жайлап сөйлеп, сіз осындай жерде тұрсыз, дұрыс па? Мен сізді көріп тұрмын, точкаңызды көріп тұрмын деп. Ол кісі уже сенімді жауап береді. Қай жерде, қалай, не жағдай болып жатқан. Кейде адам қоңырау шалғанда не көріп тұрғанын да айта алмай қалады. Болды, өрт, бол, тез деп солайын айғайлап. Сондақта сондай кішкене психологиялық ретінде бүйтіп айтқан кезде, кішкене бақыттап жүрген кезде, мен сізді көріп тұрмын, мен сізді біліп тұрмын, сіздің номеріңізді бәрінде көріп тұрмын. Не көріп тұрсыз, айтыңызшы деген кезде, ол кісілер уже кішкене тынышталып, дұрыс сұхбат, былай айтқанда нақты жерін айта алатын болады. Енді бұл пилоттық жоба дейсіз, ал нақты кәдімгідей көшесіздер осы жүйеге, көшеміз, Басқа қалаларда бар ма? Басқа қалаларда енді бізден Астана болғаннан кейін бізден бастады. Енді алдыңғы жылы пилоттық жоба басқа қалаларда республика бойынша оны енгізуде. Жаңа 1800-ден аса қызметкер бар дедіңіз. Әли, сіз қашан жұмысқа тұрдыңыз осы департаментке? 2024-тің шілде айының басында
оқуды бітірдім. Сосын осы төтенше жағдай департаментіне жұмысқа келдім. Шілде айынан. Жасыңыз нешеде? 22-де. Жассыз. Осындай жас жігіттер бізді кез келген қиын жағдайдан құтқаруға күш жігері, физикалық тұрғыдан да барлық жағынан дайын болу керек, иә? Көбінесе жастар жұмыс істейді, иә? Солай ғой. Көбінесе жастар, құтқару қызметінде, иә. Өрт сөндірушілер барлықтары жастар істейді. Зәуре ханым, 1800 адам дедіңіз. Енді біздер барлығын өткен жылдармен салыстырамыз, иә? Астана алғашқы жылдары аз болды, халықтың саны да, үйлер де аз болды. Соған тиісінше енді төтенше жағдайлар да аз болатын. Қазір былтырғы жылмен салыстырғанда, оның алдыңғы жылмен салыстырғанда, жалпы халықтың өрттен сақтану, жаңағы газ баллондық пайдалану деген сияқты жағдайлар азайды ма, жоқ па? Ақпараттық не дейміз, ақпараттандыру халыққа жетіп жатыр ма, жоқ әлде кейде болып тұра ма? Осы өткен жылы қыста біздің Астана қаласында көптеген мейрамханалар, кафелер өртке шалынды, иә? Ол бойынша да жаңағы айтып өткенде 112 қызметіне хабарласады. Біз енді былай алған кезде, былтырғы жылмен, 25 жылғымен алған кезде 650 мың қоңырау қабылдадық. Иә, оның ішінде әрине өрттер де бар, төтенше жағдайлар да бар, авариялық құтқару, балалардың тентектігі де бар, анықтамалық да бар. Жаңағы міне ауа райын көріп тұрсыздар. Қолайсыздығына байланысты. Иә, қолайсыздығына байланысты жолдардың ашық, не жабық, бүкіл бағыт бойынша барлығы бізге қоңырау шалып, иә, бізден сұрайды. Және де сабақтың болу, болмауы да, оларда да бар оның ішінде. Жаңағы айтқандай өрттердің саны тағы да 25 жылы 4 мыңнан аса біз жауынгерлік шығу болды бізде. Жаңағы айтқандай оның ішіндегі 650 мың қоңыраудың барлығы өрт емес. Енді түрлі қоңыраулар, Астана қаласы өсуде. Төтенше жағдайларда тұрып қалған жоқ, жауынгерлік бөлімшелерде салынып жатыр. Өздеріңіз көрген, естігенде шығарсыздар. Бізде Үркерде бір бөлімше салынды. Және де Қордай көшесінде бар жаңа заманауи орталықтар ашылып жатыр, иә? Орталық болғанда бөлімшелер, өрт сөндіру бөлімшелері ашылуда. Ол бөлімшелер жаңағы оқиға орнына тез жету үшін, жақын жерде болу үшін. Өйткені жаңа ықшам аудандар көбейіп жатыр. Ықшам аудандар көбейген сайын бізде де өрт сөндіру бөлімдері ашылды. Бұрын Үркерде болмайтын. Үркерге қаладан баратын. Қаладан баратын, иә. Қазір Үркердің өзінде өрт сөндіру бөлімі бар. Және жаңа қай жерде дедіңіз? Сарайшық ауданында, иә? Сарайшық ауданында, иә, Қордай көшесінде. Ол жақта енді барлығы көбінесе жеке тұрғын үйлер ғой? Иә, жеке тұрғын үйлер және де көп қабатты үйлерді сіздер өзі көрдіңіздер. Көбінесе көп қабатты үйлерді салынған ол жерде. Өсіп жатыр қаламыз. Иә, бұрын ол жерде саябақтар болды ғой. Иә. Дачный участке дейді ғой. Вот солардың орындарында қазір техникалардың да саны өсуде тиісінше, иә? Жаңадан техника, жаңадан түрлі парақшаларыңыздан көріп отырамыз, біз көрмеген түрлі техникалар бар. Иә, ондай да бар. Қазір төтенше жағдайлар департаменті 206 бірлік техника бар өрт сөндіру. Оның ішінде олар арнайы, негізгі және қосалқы болып бөлінеді. Hyundai базасында бар бізде техника, автоөрт сөндіру техникасы. Бізге бәрі қызыл болғаннан кейін ажырата алмаймыз. Иә, ажырата алмаймыз, иә, әрине. Жол талғамайтын техникалар да бар, иә. Олар қаланың ішінде тез, әрде тез жету үшін енді. Және де Toyota Hilux, жеңіл автокөліктер, жедел құтқару жасағында орнатылған, барлық заманауиға байланысты бәрі жаңартылған, бүкіл сырта қана қызыл жазулар бар, иә? Иә. Сол техникалар. Енді былай айтқан кезде. Техникалық жабдықтау жағынан енді Астана басқа қалаларға қарағанда әрине озық тұратыны айдан анық. Енді мен Әлиді әңгімеге тартқым келіп отыр. Біз
Астанада енді қыс ұзақтау болады, дегенмен де көктемге дайындық болғаннан кейін тақырыбымыз Астанада су тасқыны қаупі бар ма биыл? Биыл енді шын мәнінде қар да көп жауып жатқан сияқты, Енді өткен жылмен салыстырғанда мысалы қар аз. Осы уақытқа дейін бүгінгі күнмен жергілікті атқарушы органдармен 4 миллион 600 текше метрден астам қар шығарылды. Өткен жылы аналогичный период дейді, осы уақытта 5 миллион 600 текше метрден астам. Бұл дегеніміз әлдеқайда аз деуге де болады. Ол көзге сөйтіп көрінгенмен, бірақ сандар бізде басқаша айтады. Биыл өзі қарда 1 желтоқсан күні жауды ғой? Иә, кеш жауды ғой. Тура қыста. Бірақ сонымен де аз деуге болмайды бұл қарды. Бірақ жергілікті атқарушы органдармен өте үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр, өте үлкен. Қар шығару, бізде арық-науа желілерін тазалау бойынша. Соның арқасында, сол іс-шаралардың арқасында төтенше жағдайлармен бірлесіп істеп жатыр жергілікті атқарушы органдар. Соның арқасында бізде төтенше жағдайдың алдын алып жатырық, өте төмен деңгейде десе болады, төтенше жағдай туындау. Бірақ сонымен де біз бұл іс-шараларды тоқтатпаймыз. Алда әлі 2-3 ай қар жауады. Оған да енді болжам бар ғой. Бізде қазіргі уақытта жоқ па дегенде сияқты, қардың қалыңдығы 135 миллиметрге тең қазіргі уақытта. Норма 72 миллиметр. Бірақ ылғал қоры бар ғой бізде. Күзгі ылғал қоры бар. 22,3 миллиметрге тең, норма бойынша 47 миллиметр болу керек. 48%-ға төмен жердің ылғалдылығы. Ол дегеніміз жер әлі қатты ылғалды емес, әлі ылғалды өзіне сіңіре алады. Қар еріген кезде бойына өзіне сіңіре алады. Сондықтан да бұл біз бағытты бақылауымызды ұстап отырық. Жергілікті атқарушы органдар қала ішінде үлкен кешенді іс-шаралар өткізіп жатыр. Тек қана төтенше жағдайлар департаменті емес, бұл Қазгидромет, Астана тазалық, коммуналдық қызметкерлер, жол полициясы бәріңіз бірігіп қаланы жаңағы су басу қаупінен алдын ала қорғап жұмыс істейсіздер. Бәріміз бірлесіп. Енді мысалы Астана қаласында жеке тұрғын үй секторларында тұратын адамдар бар. Енді олар кейбіреулері күн сайын қар шығарып жатады, ол астынан. Кейбіреулері үйіп төгіп жинақ қояды, кейбіреулері өзі еріп кетеді деп жатады. Жеке тұрғын үй секторларындағы біздің астаналықтарға қандай кеңес бересіз? Енді кеңесіміз өз ауласынан қар шығару керек. Арық-науа желілерін тазалап, судың өтетін жолдарын уақытылы дер кезінде тазаласа, ол өз ауласынан жолға қарай шығарса, оны жергілікті атқарушы органдар, акиматымыз, олар ары қарай алып кетеді, бәрін тазалайды, өз ауласынан шығарып берсе. Сондықтан да әркім өз тұрғын үйлерде тұратын, жеке тұрғын үйде тұратын адамдар өз ауласын тазаласа. Сондықтан да және де электр, газ желілері бар, су желілері бар, соны жай күйін тексеріп, төтенше жағдайлар, су басу қаупі туындаған уақытта желіден ажыратуға дайын болу керек, электр желісін. Счетчиктен ба, жоқ қалай? Өзін жай күйін тексеріп, счетчиктен өшірсе. Және қымбат заттар, әрине, құжаттар, бытовая техника, үй техникаларын жоғары жерде сақтаса, қауіпсіз жерде сақтаса. Ең бастысы құжаттар ғой, құжаттарды. Және де төтенше жағдайлар департаменті құтқару қызметтерінің нұсқаулықтарын қатаң сақтау керек. Және де ресми хабарламаларды ғана бақылау керек. Су тасқын жағдайын бақылау керек, ауа райын бақылау керек, ресми. Али, жаңа арықтар деп қалдыңыз ғой. Мен мысалы қазір Астананың кейбір көшелерін елестетіп отырмын да, қай жерден арық көргенді есіме түсіре алмай отырмын. Арықтар бізде қандай көшелерде бар? Алматыда енді бар, көрдім, білем. Көп арықтар әр райондарда, әр аудандарда өзінің арық-науа желілері бар. Оны Елорда экосистем деген бізде мекеме бар.
тазалығымен қазылған арықтар ма? иә, құбырлар, ол бізге түсініксіз болуы көзге иә, мүмкін, оны енді қалада былай жүргенмен байқамайсыз да ғой. Оны әдейілеп іздеп шығып, жаңағыдай ол бар жолдың шетінде, өзі әр жол шетінде. біздер көріп қалған анау қазылған арық емес, басқа да Жоқ. жүйелер, иә? Сіз Алматымен нетіп отырсыз, иә, салыстырып тұрсыз. Жоқ, кәдімгідей жай қазылған емес, ол жаңағы өзінің технологиясы бар ғой, соның бәрі жасалған көп Астана қаласы бойынша. Ол осы Астана қаласының сыртына суды шығару, жаңағы коллекторлар дейді бізде, су қабылдайтын, соған дейін жеткізу магистральдар ғой, айтқанда. Олар тазалығымен айналысып жатыр. Бүгінгі таңда қателеспесем, арық науа желісі 38.000 погон метрдан астам жаңағы арық науа желілері тазаланды. 16.000 погон метрдан астам қыста да тазалайды, иә, олар? Иә, әрине қыста. Жаңағы құбырлар, жер астымен өтетін құбырлардың бәрі бумен өңдеу дейді. Орысша айтқанда пропарка дейді, жаңағыда бумен өңдеумен айналысады. 530 погон метр. Қоқысты тазалап шығарады. Иә. Көктем кезеңге дайындап отыр ғой, ертең арық науамен кедергісіз өтетіндей. Сол желілермен. Зәуре ханым, есіңізде ғой, жыл сайын жаңбыр жауғанда, көктемде су ергенде, тәуелсіздік емес, Момышұлы мен Сарайшықтың қасындағы тұрғын үй кешенінің алдында үнемі су жиналады. Биыл қалай болады екен? О жерде жұмыстар атқарылды ма, не болады? Тұранның бойында кейде су жиналып қалады, иә? Осы жылдары, иә, біз осы жылдары жаңағы Ұлы Дала Айтматова бойында бізде қар полигоны болатын, соны қауіпсіз жерге орналастырдық. Өйткені ол жерде қазір тұрғын үйлер бар. Тұрғын үйлер бар, иә. Кішкене қауіпсіз жерге ары қарай Айтматова жағына қарай ауыстырды. Енді кешенді іс-шаралар бізде 2026 жылға арналған Астана қаласы халқын және аумағын су тасқыны суларынан қорғау кешенді іс-шаралар жоспары бар. Сол жоспар аясында бұл жаңағыдай мәселелердің бәрі қозғалған, жергілікті атқарушы органдарға тапсырылған. Сондықтан да алдағы уақытта бәрі жақсы болады. Енді біздің қаланың сыртында жаңағы түрлі апатты жағдайдан құтқаратын дүниелер бар. Әсіресе көктемгі су тасқынынан қорғайтын біздің дамбыларымыз бар, иә? Олар қай жерде орналасқан, түгел қаланы айналып тұрма, жоқ әлде белгілі бір жаңа ықшам аудандарды ғана қорғай ала ма деген сұрақтар туындайды. Біздің президентіміздің айтуымен бізде контрреттегіш дейді, Астана қаласын Есіл өзен су тасқын суларынан қорғау объектісі. Ол контрреттегіш дейміз өзіміз. Контрреттегіш Есіл өзеніне түскен суларды Астана қаласына жіберуін реттейтін жаңа құрылыс объекті. Бұл деген бізде астаналық су қоймасы бар ғой, ары қарай. Астана су қоймасы, солдан апат туындаған жағдайда да, Құдай сақтасын, апат туындаған жағдайда Астана қаласын су басудан қорғайды ол контрреттегішіміз. Жинап тұрады, бірақ ол су қоймасы емес, шатастырмау керек. Ол жерде өзінің нормативтік уақыты бар, су ұстауға болатын уақыты бар. Сондай дамбымыз бар Астана қаласында. Ал енді жаңа көшедегі суларды сіздің мекеме жауап бермейді оған, жиналып қалатын 1-2 көшеміз бар ғой өзі. Біз құтқару қызметіміз ғой. Сіздер барасыздар, көмекке келеміз, аласыздар. 112 қызметіне әрине ол жайында хабарласады, мына жерде су алып қалды, су басып жатыр деп, сондайда жергілікті органдарға әрдайым көмектесеміз, шығамыз. Біргесіздер, полиция бар, әрине бәріміз бірігіп. Суды соратын жаңағы өрт сөндірушілердің техникасы қолданылады, иә? Астана тазалықтан да барып жатады. Жергілікті атқарушы органдарында техникасы көбінде шақырылады. Зәуре ханым, енді волонтерлар, биыл енді волонтерларға да тағы да күшті көңіл бөлініп жатыр. Сіздердің департаментке волонтерлар өз еркімен келіп жұмыс істеуге, көмектесуіне болады ма? Әрине болады олар. Қайда бару керек, не істеу керек? Бізде, мен айта кетейін, мен айналысатынымыз, волонтерлармен тығыз байланыста. Волонтерлармен, біздің жаңағы басқармамыз, төтенше жағдайлар жою басқармасы айналысады. Сол кісілер меморандум
бізде қазіргі таңда төтенше жағдайлар департаменті 7 меморандум қол қойылған, қол қойылған, жасасқан. Сол меморандумдардың аясында төтенше жағдайлар департаментімен бірлесіп жаңағы ұйымдар төтенше жағдайдың алдын алу бойынша көптеген нақты жұмыстар атқарылады. Ол дегеніміз үгіт насихат жұмыстары, профилактикалық жұмыстар дейді ғой, үгіт насихат жұмыстары жаңағы әр кезде, әр жыл мезгілі сайын көктемде біз су тасқын алдын алу жұмыстарын өткіземіз бірге. Жазды күні өртті сөндіру, жазды күні өрт сөндіру, жаңағы шомылу маусымы басталады. Сол кезде жаңағы үгіт насихат жұмыстары бірге атқарамыз әрдайым. Қысқы кезеңде жаңағы жолға қауіпсіздік, жол жабылып жатады ғой. Сол кездерде бізде өте үлкен көмек болады волонтерлерден. Сондай жаңағы іздестіру жұмыстарын бірге жүргіземіз. Волонтерлардың арасында жүріп, сіздің департаменттің жұмысын көріп, талай жастар жұмысқа келген шығар, болашақ. Көбісі қызығады, көбісі қызығады, көбісі сұрайды, бірге жүреміз ғой. Зәуре ханым, енді шынымен де жұмысқа орналастыру туралы сұрайықшы. Мысалы, әскерден келген жас жігіт күш жігер толысып тұр, өрт сөндіру бөліміне жұмысқа тұрғысы келеді. Сіздерге келсе аласыздар ма? Қандай критериялар бар? Жұмыс орны толық па? Жаңа бөлімшелер ашылып жатыр дейсіз. Мүмкін тағы да бөлімшелер ашылатын шығар, ықшам аудандардан жаңа. Байқоңыр ауданы үлкейіп жатыр қазір. Жас қызметкерлер әрине, өрт сөндірушілер әрдайым бізге керек. Олардың енді кадр басқармасы жұмыс жасайды ғой, олардың әр өз нелері бар. Енді былай айтқанда конкурс бойынша алынады. Сол жерде әскерге барған, бармаған, заңнама нормативтерін тапсыру бойынша психологиялық барлығын тапсырғаннан кейін қалай айтады, распределение болады ғой, сосын өздері резервте тұрады. Міндетті түрде барып хабарласып жолықса, анық қанығын біліп жұмысқа тұру мүмкіндігі бар. Кадр басқармасынан бәрін барып біле алады. Кадр басқармасынан. Сіз секілді ханымдар төтенше жағдайлар департаментінде саны қанша? Азбыз әрине, енді нақты санын айта алмаймын, барлық нені қосқан кезде. Бізде жүзден асасыздар. Әйел адамдар енді кадр бөлімінде де бар, диспетчерлік бөлімінде бар, адым служащийлар бар. Бухгалтерия, солардың барлығын айтқанда, бухгалтерия бәрін айтқан кезде. Ал енді шын мәнінде төтенше жағдайлардың болған жағдайда жігіттермен тең-бетең жүретін өрт сөндіруші қыздар жоқ қой, Жоқ, өрт сөндіруші қыздар жоқ. Құтқарушы қыздар бар ма? Құтқарушы қыздар жоқ. Қыздарды алмайтын шығар, ондай қауіпті жерге. Қауіпті. Енді бізді айтады ғой, нәзік жандар деп. Әли, Астана қаласына сен қай жақтан келдің оқу бітіргенде? Көкшетауда оқыдың, Көкшетау қаласына түстім, бірақ Көкшетау қаласына жаңағы контракт бойынша Белоруссия қаласына 4 жылға оқуға жіберді. Көкшетау қаласында түскенмен жаңағы Ресейде 2 қалада, Белоруссияда 1 қалада оқу орындары бар, 3 оқу орны бар, сонда жаңағы жібереді. Қосымша тағы да жаңағы дополнительный отбор дейді ғой, сондай өтеміз. Сон контракт бойынша шет елге өте жақсы мүмкіндіктер бар қазір, өте жақсы мүмкіндіктер жасап жатыр. Сен өзің Көкшетаудансың, Жоқ, мен өзім Астана қаласынан. Жаңағы Астана қаласында туғаннан кейін осы қаланы жақсы көретін болғасын, төтенше жағдайлар департаментіне жұмысқа кірдің, сүйікті қалаң. Қала осында туғаннан кейін балалық шақтағы мен қазіргі Астананы салыстырып айтайықшы, қандай оң өзгерістер бар, не өзгерді? Қала енді өсті ғой, әжептәуір өсті ғой. Бұрын бала кезде Сауранның бойында тұрғанда ары қарай ештеңе жоқ еді. Қазір өте үлкен болып кетті ғой. Зәулім үйлер салынды. Халық саны көбейді. Сәйкесінше. Енді Астананы жайнап жарқырап жатыр ғой, олай айтқанда. Сіз үшін Астананың
ең ұнайды деген 3 қасиетін айтыңызшы, бұл енді сұхбаттан тыс былай. Астананың мынаусы ұнайды деген. Астананың адамдары, халқы ұнайды. Бізде ауа райы ұнайды. Енді өзіме енді осында туып өскеннен кейін ба өзіме жағады. Қысы қыс, жаз, ыстық қатты онша жазда жоқ. Үшіншісі не десек болады? Енді Астана ғой енді. Ешқашан Сұлу жаңа қала. Иә, сұлу жаңа қала, дамып жатқан қала, мүмкіндіктер сыйлайтын қала. Одан басқа енді. Сізге, Зәуре ханым, 3 топ ұнайтын нәрсе? Ең ұнайтын нәрсе халқы. Қашан жоқ, ол әлиден қайталаған емес, қашан болса да бізде жол сұрасаң да, не бірдеңені сұрап, көмек не болған кезде әр адам құр өтіп кетпейді, айтады. Былай барасың, анай мына жерде, енді Астана болғаннан кейін ол өсе береді ғой. Өскен сайын кейбір жерлерді білмейсің, қанша жыл тұрсаң да. Например, тұрғын үйдің ауласына барып сұрасаң, ешкім сен бұрылып кетіп қалмайды, айтады. Айтып береді, қай жерде, неде деп. Астананың халқы суық деп керісінше, білмедім, мен ондай адамдарды кездестірмедім, мүмкін маған ондай адам әлі кездеспеген шығар, өйтіп бұрылып кетіп қалатын. Әрқашанда жауап беріп, өзімнен де сұраған кезде мен ешқашан ерінбеймін, телефонымды ашып, қарап берем, айтып берем, қай автобус барады, қай жерден отыруға болады. Енді білмейміз ғой, адасып жүр ма, может телефон отырып қалды ма, мынандай суық күнде бір-екі ауыз сөз көмектесе сағанда ештеңе жоқ сияқты. Бұл сіздің профессионалдық. Мүмкін, мен жолдасым айтпақшы, ты вечный спасатель дейді ғой маған. Бәріне көмектесіп, бәріне әйтеуір жаның ашып, сөйтіп жүреді деп. Екінші нәрсе? Екінші нәрсе, не айтсам екен? Маған үйлер ұнайды. Үлкен, әдемі ғимараттар, архитектурасы, сәулетті бәрі. Басқа қала барғаннан кейін Астанаға келгенде сезесіз? Сезем. Кәдімгідей мен өзім Қарағандыдан болғанда, Қарағандыға барғаннан кейін Астанаға келем ғой. Бір Қарағанды өзім не болып тұрады? Темный город дейді ғой, серый город па, солай болып тұрады. Мына жаққа кейін, енді үшіншісін айтатын болсақ, әрқашан, мен негізі Тілендиева даңғылында тұрам. Алыстамын, ал қалан шеті деуге болады. Батысынан келесіз жұмысқа? Көп қабатты тұрғын үйде тұрам. Былайынан бір көше асқан кезде жер үйлер. Жаз болады, көктем болады, серуендейсің, сонда таңғалатын таза ғой. Тек орталық көшелер емес? Орталық көшелер емес, мен сол жаққа таңғалдым. Басында ойлайтын енді жер-үй, мусор шығарады, күл, қоқыс, не деп. Жоқ, тап-таза. Қазірдің өзінде жер-үй болса да, барлық жерлер қарларын шығарып қояды. Жергілікті келеді, тазалап алады. Тұрғын үйлердің демек жаңағы қалаға деген, өзінің ауласына деген сүйіспеншілігі, жауапкершілігі мол деп тұрсыз ғой? Мол, мен оны қаланың ортасын айтпаймын, қаланың ортасын. Шынымен де от жағатын еді ғой? От жағады, бәрі де бар ғой. Қаланың ортасы ол болса тазаланады. Енді былай айтқанда, жаңағы Тілендиева сіз айттыңыз ғой, шеті деп. Соның өзіне де көңіл аударады, әрқашанда таза, қар да болмайды, не қоқыс та жатпайды. Ол рас айтып тұрмын енді. Мен сонысына өте риза болам. Жер үйлердің ортасымен ағаштар бәрін отырғызып қойған, жүрген кезде көктемде әсіресе өте әдемі, таза. Али, енді Астана қаласына көктемде, Құдай сақтасын, су тасу қаупі жоқ. Ақмола облысында кейбір жаңағы аудандар, ауылдар дабыл қағып жатыр, төтенше жағдайлар департаментіне де жұмыс жасап жатыр. Басқа өңірлерде су тасқыны болып жатса, Астана қаласындағы департаменттің қызметкерлері міндетті түрде барады ғой көмекке? Бізде жаңағыдай
30 шақырым, Астана қаласы 30 шақырым радиус бойынша біз көмек көрсетеміз. 30 шақырым бізде. Көмек көрсетеміз, әрине, шығамыз. Ақмола облысындағы жағдайды білмейсіз ғой, сіз? Жоқ, оны Ақмола өзі жауап берсе, өздері жауап берсе. 30 шақырым радиуста. Егерде республикалық көлемде болса, онда жібере береді. Әрине. Біз жібереміз, өртке де, дала өртіне де, бәріне де жібереміз. Орман, кез келген өртке жібереміз. Ақмола облысы тура жанымызда тиіп тұр ғой. Біз қаланың өрт сөндірушілері де көмекке әрдайым шығып тұрамыз, қаланың жанындағы кішігірім ауылдар көп қой енді. Солардың бәріне барамыз. Қазір енді сұхбаттың соңында жастар кез келген мамандықты таңдамас бұрын, жұмысқа тұрмас бұрын, айлығы қанша деген сұрақты сұрайды, бізге келгенде де, кез келгеннен келгенде де. Жалпы төтеншеліктердің жағдайы, айлығы, шайлығына жетеді ме? Қызығып жұмысқа тұруға болады ма? Әлде жаңа еңбек стажына байланысты бөлінеді ме? Әрине, еңбек стажы да бар ол жерде. Енді жас өрт сөндірушілер келген кезде енді нақты айта алмаймын қанша алатындарын, но қазір бізде біздің төтенше жағдайлар министрімен қолдауымен барлық квартирный дейді ғой. Қазір баспана, квартирный төленеді. Баспана емес, жарна. Ақшалай несі. Квартирный бөлінеді. Және де жаңа сіз айтқандай стажы да бар, енді олардың бәрі қосылады. Енді негізі көбісі қазір нетіп атқанымыз, сол квартирный бергеннен кейін ешкім былай айтқанда жұмыстан кетпейді, бәрі держатся за свою работу дейді ғой. Өз жұмысын жақсы көреді, қызметін атқарады, мүмкіндік болып жатса, Астанадан үй алуға болады. Әрине болады. Әртүрлі программалар бар ғой. Қазір өте қатты, жастарға біздегі бұндай болмаған ғой, өте қатты, өте жақсы мүмкіндіктер беріп жатыр. Бұған дейін департамент қызметкерлеріне төтенше жағдайда жұмыс істейтін пәтер жарна берілген жоқ, пәтерге алуға, берілген жоқ. Енді бізге өте үлкен мүмкіндік болып отыр, жұмыс істеуге стимул. Бірақ та енді айтады ғой, жаңағы профессия спасатель это не про деньги деп, ол енді біреу ақша үшін келеді, ақша үшін келсе де қазір өте жақсы жағдайлар жасалған, қазір өте жақсы бар. Бірақ көбісінде енді мен білетін адамдар бар, жұмыс істейтін, бірге жұмыс істеп жүрген, жаңағыдай ақша үшін емес, сол енді как-то жаңа орысша айтқанда призвание, призвание дейді ғой. Біреу қызығып жұмыс жасайды, біреу жұмыс жасағысы кеп, көмектескісі кеп, қызығып жасайды. Ол енді әркім өз таңдауы. Енді менің білуімше құтқарушылардың көбісі 90%-ында өмірде бір оқиға әсер етеді, кішкентай кезінде өрт болады, немесе жаңағы біреуді құтқарам деп шешеді. Сондықтан меніңше 90% ол өзінің жүрек қалауымен, арманымен келген мамандар. Енді Астана қаламызда ондай жағдайлар аз болсын, болмасын, сіздердің жұмыстарыңыз жеңілдейді, әрі біздің қауіпсіздігіміз күшейеді, халық жаңа ұйқысын тыныш ұйықтайды дегендей. Жақсы сұхбатқа рахмет, келгендеріңізге уақыт бөліп. Қаламыз гүлдене берсін, көркейе берсін, сіз сияқты қаланы жақсы көретін, сіздер сияқты қала үшін жанын беретін, өзінің қызметін жақсы көретін адал жандар көп болсын, қаламыз жайнай берсін. Рахмет келгендеріңізге. Келесі сұхбатта кездескенше бізге тіркеліп, каналымызға жазылып, лайк басып, пікір білдірсеңіз, әрине қуанамыз. Аман болыңыздар.